Merhaba arkadaşlar. Бүгін видеомда ең көп қойылатын, көп адамға қызық азық-түлік бағасы. Турцияның азық-түлік бағасы мен Қазақстанның азық-түлік бағасын салыстырып қарайтын боламыз. Видеома арнайы екі елдегі ең көп ұсынысқа ие танымал супермаркеттерді таңдадым. Ең бірінші асатасы нан бағасы. Әрине көлемі мен сортына байланысты бағалары әртүрлі. Ең көп қолданыста тандыр нан және бөлке нан бағалары 100 теңге мен 150 теңге аралығында. Турцияда нанның түрі өте көп, алайда халық арасында ең көп қолданылатын сомон наны. Бағасы 2,5 лира, теңгемен шаққанда шамамен 95 теңге. Ендігі кезекте негізгі азық-түлік бағалары. Сұйық май бағасы Қазақстанда орта есеппен 1 литр 790 теңге болса, 5 литрі 4282 теңгені құрайды. Ал Турцияда майдың бағасы 21-де 50 түрік лирасы, яғни теңгемен шаққанда 817 теңге. Ал 2 литрліге бағасы 1516 теңге, яғни 39-да 90 түрік лирасы. Енді көкөністердің бағасына келер болсақ, 1 килограмм картошканың бағасы Қазақстанда 325 теңге, Турцияда 4,5 түрік лирасы, яғни теңгемен шаққанда 171 теңге болады. Жуанның бағасы Қазақстанда килограммы 125 теңгені құраса, Турцияда 1,45 түрік лирасы, яғни теңгемен шаққанда 55 теңге. Елімізде сәбіз бағасы 270 теңге, Турцияда 595 лира, яғни 226 теңге. Қазақстанда сары майдың орташа бағасы 445 теңгені құрайды, ал Турцияда 13,50 түрік лирасы, яғни теңгемен 513 теңге. Жұмыртқа бағасына келер болсақ, 15 штук орташа бағада 915 теңге, 10 штук 565 теңге. Турцияда 15 штук 19-да 90 лира, ал 10 штуғы 18-де 75 лира. 5 килограммдық ұн 1600. Ал Турцияда ұнның бағасы теңгемен шаққанда 1440 теңгені құрайды. Макаронның бағасы елімізде 235 теңге болса, Турцияда 325 лира, теңгемен 123 теңге болады. Шекер Қазақстанда 325 теңге, Турцияда 302 теңге. Сүт бағасы елімізде әртүрлі. Өзім жиі тұтынатын Петропавловский сүт бағасы 309 теңге, Турцияда 525, яғни 199 теңге болады. Бұл видеода негізгі тағамдар салыстырылып көрсетілді. Сіздер жаңа ақпарат ала алдыңыздар деген үміттемін. Екінші бөлімді күтіңіздер.